Алманияда Бундестаг сайлауларының бірінші ресми нәтижелерін илан еттілер. Рейнелерінің чоқысына 33%-ны канцлер Ангела Меркельдің фирқасының блогу қазанды. Екінші ярны Авропа парламентінің сабақ башы Мартин Шульцның социал-демократик фирқасы ала. Она сайлаушыларының 20,5% рей берді. Апансыздан үшінші ярны Алмания үшін альтернатива сақ-популист фирқасы қазанды. Она 12,5% қол тұтты. Бұның иле парламентке сербест демократик фирқа солар ве ешілер кечті. Сайлав нәтижелері Ангела Меркельге әнді 4-ші кере канцлер ярыне кечмеге имкан бере. О декабрь айына қадар үкіметні топламақ үшін коалицияның тәшкіл етілмесі қында музакерелерге башламаға азыр олғаныны білдірді. Германия үшін альтернативаның парламентке кечмесі себебінден бізні безбеле жедесінавлар беклей. Вазиятта декатнен огренерміз, чүнке оларға қолдылқанларының рейлеріні қайтырмаға істередік. Меселелеріні алі терміз ве оларының қорқу ве қасиветлеріні ділнемеге азырмыз. Бұяқшы ве кефетлі сиясетінен ақсы олыр.